НДСті 20%-ға көтеру мәселесі талқыланғалы бері әлеуметтік желілерде түрлі ақпарат тарап үлгерді. Мысалы, Канадада, Біріккен Араб Әмірліктерінде, Бахрейнде және Сауд Арабиясында НДС небәрі 5% екен десе, ал Гонконгта 0% дейді. Осы орайда біз тараған елдердегі қосымша құн салығын анықтап көруді жөн көрдік. Алдымен төмен пайыздан бастасақ, Гонконгте 0% дейді. Алайда Гонконгте тіпті ондай салық, яғни НДС атымен жоқ. Біріккен Араб Әмірліктерінде 5% деген ақпарат рас. 2018 жылы қосылған құн салығы енгізілген, оған дейін тіпті ондай салықтың түрі болмапты. Сондай-ақ Сауд Арабиясы мен Бахрейнде 5% деп көрсетілген. Алайда Сауд Арабиясында 15%, Бахрейнде 10% НДС төлейді. Яғни тарап жатқан ақпарат жалған. Канадаға келетін болсақ, ол жерде сәл басқаша. Ол жақта тауар мен қызметке салынатын салық пен біріктендірілген сату салығы бар. Сондай-ақ әр провинцияда салық мөлшері әртүрлі. Мәселен, солтүстік батыс провинциясында 5% болса, Жаңа Шотландияда 14% салық төлейді екен. Ал Швейцария мен Лихтенштейнге келетін болсақ, 7-7 деп көрсетілген салық ескі. Қазіргі таңда екі мемлекетте де НДС 8,1%. Дегенмен Швейцарияда 2024 жылға дейін, ал Лихтенштейнде 2023 жылдың жазына дейін 7,7% болған. Малайзияда 6 мен 10% аралығы деп көрсетілген. Бірақ бұл 2018 жылғы дерек. Қазіргі таңда салық жүйесі аздап өзгерген. Сату мен қызметке салынатын салық түрі енгізіліп, 2024 жылдың мамырында салық мөлшері 6%-дан 8%-ға дейін өскен. Бірақ азық-түлік, автотұрақ, логистика және телекоммуникация қызметтеріне 6% мөлшері қалған. Сондай-ақ Сингапурда да 8% деп көрсетілген дерек те ескі. Қазіргі таңда 9% қолданылады. Ал Жапонияда болса НДС жүйесі мүлде қолданылмайды. Оның орнына тұтыну салығы бар. Ол 10% болса, азық-түлік мөлшеріне 8% салық мөлшері қалған. Өздеріңізге белгілі, Қазақстанда НДСті жылдық тауар айналымын 73 миллион теңгеден 15 миллион теңгеге дейін түсіруді және салық мөлшерін 12%-тен көтеруді ұсынған. Бірақ нақты қаншаға көтеретіні әлі де талқыланып жатыр. Ал сіздің ойыңызша НДСті қаншаға көтерген дұрыс, әлде 12% бола ма? Ойыңызды комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз, шындыққа сіздің де таласыңыз бар.